Мемлекет шын мұқтаж адамдарға ғана жәрдем береді. Президент. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Егер хабарды толық білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 8-ші сайланған Қазақстан Республикасы парламентінің бірінші сессиясында сөйлеген сөзінде мемлекет шын мұқтаждарға ғана көмектесетінін мәлімдеп, қазір басты мәселе қандай екенін айтты деп хабарлады Массагет тілшісі Ақорданың баспасөз қызметіне сілтеме жасап. Халықтың басым көпшілігі үшін тұрғын үй ең өзекті мәселе. Маған азаматтардан күн сайын жүздеген өтініш келеді. Оның ішінде қолжетімді баспанамен қамтамасыз етуді сұраған хаттар өте көп. Бұл түйткіл мемлекет тарапынан мүмкіндігінше шешіліп жатыр. Тағы да қайталап айтамын, мемлекет шын мұқтаж адамдарға ғана жәрдем береді. Тұрғын үй саясаты нарықтағы ахуалға тығыз байланысты. Сондықтан біз осы саладағы саясатымызды қайта қарап, оның мейлінше әділ әрі икемді болуын қамтамасыз етуіміз керек, деді президент. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Арнамызға жазылып, бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Сау саламат болыңыз.